Бұламық бұрынғының аталасы, қазір бұламық дейді. Мына босанған әйелге белі қату үшін, қалпына тез келуіне, нәрестенің іші ауырмай, тоқ болуына көмегі тиеді. Біздің қазағымызда ұмытылып келатқан тамақтың бірі. Бісміллә деп мына май саламыз табаға. Тортасынан айырылған күйдірілген май. Майдың үстінен ұн саламыз. 2, 3, 4 қасық ұн салып, осыны қып-қызыл қуырамыз. Қозғап тұрып қуырамыз, қызартып, қоңыр қызыл қып қуырып аламыз. Міне. Бұны енді бөлек ыдысқа ала тұрамыз. Су керек. Біз енді мына нағыз сүтін алдық. Бұдан міне жарты литр құямыз. Үстіне мұның жарты литр су құямыз. Міне сүт жылыды. Енді үстіне қуырылып алған ұнымызды саламыз. Меншікпен түйір болып қалмас үшін себебі тұр. Осылай жаймен отта қайнатып, мынау сақырлап қайнап шықты. Қайнап шыққаннан кейін шамалап тұз саламыз міне. Мынау қатты бір қайнап шыққаннан кейін баяу отта 10 минут қайнатамыз бабымен, жаймен. Міне бұламағымыз дайын болды. Әдемі болып, құда қаласа. Осыны енді береміз босанған әйелге. Осылай құйып. Бұламықтың үстіне тортасынан айырылған нағыз сары майдан саламыз міне. Ал міне сары майдан саламыз бетіне. Енді осыны шиеміз. Аз болсын.